6-шы күн ішіңіздегі сыншыға тыныштық беріңіз. Өзіңді кемсіту және өмірде қателесуден қорқу секілді қасиеттерден арылмайынша өзіңді шын сүю мүмкін емес. 6-шы күннің айна жаттығуы. Өзіңді қауіпсіз сезінетін және ешкім алаңдатпайтын айнасы бар тыныш орын табыңыз. Айнаға көз салыңыз, өзіңізге тура қараңыз. Егер бұлай істеу әлі де ыңғайсыз болса, онда аузыңызға немесе мұрныңызға немесе назар аударыңыз. Ішіңіздегі баламен сөйлесіңіз. Ішіңіздегі сәби өсіп, жайнап, жадырағысы келеді. Ол сүйіспеншілікке, сіздің қабылдауыңызға, мадағыңызға мұқтаж. Енді мына аффирмацияны айтыңыз. Мен сені жақсы көрем. Жақсы көрем және қолыңнан келетінін жасап, барынша тырысып жатқаныңды білемін. Сен осы болмысыңмен кемелсің, мен сені қолдаймын. Ішкі даусыңызды сынап мінеуден сәл де болсын арылып келе жатқанын байқағанға дейін бұл жаттығуды бірнеше рет қайталағыңыз келуі мүмкін. Нені дұрыс деп санасаңыз, соны жасаңыз. Жетінші күн өзіңді жақсы көру, алғашқы аптаға шолу. 7-ші күннің айна жаттығуы. Айна алдына барып тұрыңыз, көзіңізге тіке қараңыз, мына аффирмацияны айтыңыз. Мен сені жақсы көрем. Мен сені шынымен жақсы көрем. Айнамен жұмыс істей алғаның үшін сені қатты мақтан етем. Атыңызды атап тұрып, осы аффирмацияны 10 мәрте қайталаңыз. Мен сені жақсы көрем. Атыңызды атаңыз. Мен сені шынымен де қатты жақсы көремін. Мен сені жақсы көремін. Атыңызды атаңыз. Мен сені шынымен жақсы көремін. Айнамен жұмыс істегенің үшін сені мақтан етемін. Маңдайыңызға көз салыңыз. Сол жердегі әлде бір түймені басып, миыңызға тынымсыз ойнап тұрған ескі сенімдер мен жағымсыз ойлар жазылған дискіні шығарып жатқанда елестетіңіз. Қолыңызды алып, әлгі дискіні басыңыздан шығарып, лақтырып жатқаныңызды көз алдыңызға әкеліңіз. Енді көзіңізге терең үңіліп, жағымды аффирмациялары бар жаңа дискіні жазып жатқандай сезініңіз. Мен ұмытуға дайынмын. Мен махаббатқа лайықпын. Мен осы бар болмысыммен кемел адаммын. 8-ші күн. Ішіміздегі баланы мейірімге бөлеу. 1-ші бөлім. 2-ші апта. 8-ші күннің айна жаттығуы. Шамамен 5 жасар кезіңіздегі фотосуретті табыңыз. Оны айнаңызға жабыстырыңыз. Суретке бірнеше минут зер салып қараңыз, не көріп тұрсыз? Көз алдыңызда тұрған бала бақытты ма, әлде жүзінде бір мұң бар ма? Айнадағы бейнеңізбен, яғни ішіңіздегі баламен сырласыңыз. Қаласаңыз суреттегі балаға қарап сөйлеуге болады. Ішіңіздегі баланы кішкентай кезіңіздегі лақап атыңызбен атаңыз. Негізі ыңғайланып отырып сөйлескен дұрыс. Өйткені тұрып тұрсаңыз, өзіңізді ыңғайсыз сезіне бастайсыз. Айнада суретті де тастап, бөлмеден шығып кеткіңіз келуі мүмкін. Сондықтан сулық алып алыңыз да жайланып отырып әңгімеңізді бастаңыз. Жүрегіңізді ашып, ең аяулы ойларыңызбен бөлісіңіз. Сырласып біткен соң мына аффирмацияларды айтыңыз. Мен сені жақсы көрем, жаным. Мен сен үшін осында жаныңда жүрмін. Саған төніп тұрған ешқандай қауіп жоқ. Ішіңіздегі балаға қамқор болыңыз. Ол бәрінен қорқады. Оған көп нәрсе ауыр тиеді. Бұл не істеу керегін білмейді. Баламен бірге болыңыз. Оны қабылдаңыз, жақсы көріңіз және қажеттілігін қанағаттандыру үшін қолдан келгеннің бәрін жасаңыз. Қандай жағдай болса да әрқашан оның жанында болатыныңызды ұқтырыңыз. Ешқашан теріс айналып кетпейсіз, тастамайсыз. Сіз бұл баланы өмір бойы жақсы көріп өтесіз. 9-ші күн ішіміздегі баланы мейірімге бөлеу. 2-ші бөлім. Балалық шағыңыз бақытты болды ма, жоқ па, ол енді маңызды емес. Қазіргі өміріңізге өзіңіз ғана жауаптысыз. Таңдау өзіңізде. Махаббат мен білетін ең үлкен өшіргіш.
9-шы күннің айна жаттығуы. Айнаның алдына барып, кеше іліп қойған бала кездегі суретті қараңыз. Дәл қазір бір сәт уақыт бөліп, бұдан былай ішіңіздегі балаға қамқор болатыныңызды айтыңыз, мына аффирмацияны қайталаңыз. Мен саған қамқор боламын, мен сені жақсы көремін, шынайы жақсы көремін. Мүмкін болса айна алдына жайғасып отырып, немесе отырған қалыпта ол айнаңызға қараңыз. Кеше бастаған ішіңіздегі баламен әңгімені жалғастырыңыз. Мысалы, былай кешірім сұраудан бастай аласыз. Осы жылдар бойы сенімен сөйлеспегенім үшін кешірім сұраймын. Саған ұзақ уақыт ұрсып келдім, оған өкінемін. Сенен қол үзіп бір-бірімізден алшақтап кеткен бүкіл уақыттың есесін қайтарғым келеді. Егер сіз ішіңіздегі баламен 50-60 жыл бойы сөйлеспеген болсаңыз, онымен қайта қосылып жатқандай сезінуге біраз уақыт кетуі мүмкін. Бірақ табанды болыңыз. Ақыр соңында байланыс орнатып, ішіңіздегі баланы сезіне аласыз, оны ести аласыз, тіпті ішіңіздегі баланы көре де аласыз. Жаныңызда әрдайым сулық болсын. Ішіңіздегі баламен сөйлесіп отырғанда жылау қалыпты нәрсе. Көз жасы жылдар бойы қатып қалған тоңды жібітіп, іштегі баламен байланыс орнатуға көмектеседі.